saat 10 masқара. Енді Алла қаласа шығамыз. Түркістан қайдасың деп. Оңтүстікте қарбыздар пісті дейді ғой. Көрейік, жек көрейік бар. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel like I'm in this Тура жақындаған кезде таныс жігіттер Алматыда. Машина жол бермейді, сөйтсек. Әдет тоқтап. Ұзақ жол жүргеннен кейін міне Аллаға шүкір Арыстан ұстазбен жарқын ұстаздарды кездестіріп, жолығып, амандасып міне жігіттер қонақжайлық танытып, Түркістан қаласына да тартып кеттік. Қараңғы батқан кезде мынау Укаша атамыздың жеріне барған қалай болады екен өзі? Мен өз өмірі бұл жерде болмағам. Соны көріп қайтайық. Өзіміздің тарихи жерлері бар. Ондай жерлер расында сондай ма, сондай емес па? Расында тарихы қандай болған екен? Соны білу үшін келетінмін да. Көрейік бірге. Ассалаумалейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгін мынау Түркістан жақтағы мына Укаша атаның құдығы деген жер бар ғой бізде. Сол су тастайтын құдық дегенмен танылған жер. Сөйге мынау біраз бауырларымызбен келіп отырмыз. Сол осы біздегі жақ киелі, қасиетті деген жерлерді аралап шықпақшымыз. Жанымызда тарихшы кісілер бар. Сол шын мәнінде Укаша деген кім болған, бұл жердің шын тарихы қандай, сол кішігірім шолу жасап шықпақшымыз ғой. Бұл енді не болса да Алла разылығы үшін ертең ұрпақтарымыз әйтеуір дұрыс жолмен жүріп өтсе екен деген ниет қой. Алла ниетімізге жеткізсін. Адамда ашылама ма? Өзі егелер бар ғой. Өзі мен сызық жанышым мен де. Ел хозяин емеспін. Егелер қайда? Жүр ғой енді. Шақшы жоқ деп ғой. Айтса білмеймін деп тұр. Жоқ, проблема жоқ. Ана кісі ма? Ана. Бұл не дейді? Мен білмеймін, ештеме білмеймін деп отырмын. Ашып берейін бе? Сөйлесшін жан. Түсіндіріп беретін біреу бар ма? Негізі сол ана жерде жазылып тұр, мөр сүйген деп. Егер шынымен мөр сүйген Укаша ибн Михсан болса, бұл сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтердің алдын өтірік пайғамбарлар шыққан. Соның бірі Нәжд деген жерде Мусайлама кәззаб, мен пайғамбармын деген. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтісімен Абу Бакр сахаба радиаллаху анху әскер алып барады. Ол кезде Мусайлама кәззабтың 40 мың әскері болған уже, артынан ерушілер көп деген сөз ғой. Сол жерде Укаша ибн Михсан жаңағы біз айтып отқан жанында Сәбит ибн Ақрам деген екеуі барлаушы болып барған. Сөйтіп жаңағы өтірік пайғамбардың әскерлері оларды ұстап алады да, сол жерде жабылып ұрып өлтіріп Нәжд деген жерде қайтыс болған. Тарихында қарасаңыз, Уахши бұрынғы кезінде Хамзаны ұрған найзамен сол жерде жаңағы Мусайлама кәззабты шаншып өлтіреді деген секілді ше. Бірақ шын Укаша ибн Михсан сахаба сол араб жазирасынан бері қарай шықпаған ол. Сол жерде қайтыс болған. Кешегі күнге дейін осы Укаша ибн Михсан деп келді ғой бұл кісінің күн. Сол кісі сахаба осы Мәуленахр жеріне келген. Теңіздің арты деген сөз ғой. Ана жақта музей болып ашылып, соның келген жерлері деп келген болатын. Енді осының өзіңіз секілді ұстаздар айтылғаннан кейін жоқ, ол емес деді. Қазіргі таңда бұл жаңағы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің кітабында кездесіп, Ақкөсе деген осы түркі жерінен, осы қазақтың өзінің жерінен шығып,
сол араб өлкесіне өзінің жаңағы 91 нелерде 90 достарымен жаңағы қасына сахабалар дейді ғой. Барып, сонда түркілердің мұсылмандарға көмектесіп, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әкеп осындай бір үстерінде басқаша бір киім киген, тілдері өзгеше бір адамдар бізге жәрдемдесті деп айтты. Сонда ол кімдер деген кезде оларға арабша сөйлеп түсінбедік деп айтты. Соған оланда түркілерше сөйлеңдер, олар жаңағы түркілер ғой деп айтты дейді. Сосын оларға тиіспеңдер деп айтты деп. Соның атын кім деген Ақкөсе деп айтты. Арабтар Ақкөсе, Ақкөсе, соның Ақаша болып кеткен деп. Енді ол Ақаша деп содан шыққан деп. Сол жақтан барып дінді қабылдап, кейіннен осы жаққа Ерғаянат деп жолда сахабалар бірге келіп, осы Қаратаудың етегінде жаңағы қоныстанған деп, сол Машһүр Жүсіптің көпейіптің кітабында келеді деп келтіріледі. Ал енді біздің исламымыздың тарихы бар ғой, қазақтың тарихы 751 Атлақ шайқасынан, Талас оқиғасынан кейінгі Әбжәлил баб, Хорасан баб, Хорасан ата, сосын Ысқақ баб, бәрі осы ислам дінін алып келу, өздеріңіз білесіздер, баб деген қақпа деп те келтіріледі. Енді біздің тарихпен тұспа-тұс келмейді енді бұл жаққа қарай. Енді егер дәл біздің соменен санайтын болсақ, түркілер өздері барып исламды қабылдап өздері келіп қойып отыр ғой бірінші. Дұрыс па? Бізде қазір қожаларды ұстаз қылып пірі тұтамыз. Енді ислам діні алып келген деп біздің тарихымыз соны көрсетеді. Сонда бұл қалай деген кезде енді бұл жерде тағы бір басқаша бір вариант келтіріледі. Енді бұл жерде археологтардан да сұрадық та, тарихшылардан, археологлар қарай бұрын кездерде мысалы енді үлкен саха болатын болса оның басына осы уақытқа дейін мысалы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне әулиенің басына үлкен кесене тұрғызып тастады ғой. Не бір үлкендер бар ғой. Бұл жақта дәу кесене тұрғызуға шамасы келмеді емес, келетіндер барды ғой. Егер саха болатын болса ондай салып тастар еді ғой деген ой болады. Сосын сұраған кезде енді археологтар айтады, бұл жерде кезінде Кәміл Қары деген, қазір құлпытас қойылған екен ғой, Кәміл Қары деген бұл жер негізі үш аша деген үш судың тоғысқан жері дейді. Үш аша, яғни бұл жерде Қаратаудың жотасынан су аққандықтан, сондықтан кезінде ол кеңес үкіметі кезінде Совет үкіметінің 40-шы жылдары мал қырықтыратын бұл жерде. Мал қырықтырған кезде адамдардың бәрін осы жерге әкеледі, ауа райында көріп тұрса өте керемет таза. Сосын судың жағасы мал қырыққанға да өте жайлы, малдың семірткеніне де жақсы былайша айтқанда. Содан бір Кәміл деген кісі осы жерге келіп өзімен өзі сөйлеп жүретін дейді. Сосын оны арнайы бір адамдарға айтқан кезде оны алып кетіп, ешқандай қоғамға да зияны жоқ, өзімен өзі сөйлеп, өзімен өзі жүрген адам. Сөйтіп әкеп тастап, сонда осы үлкен жердің бәрін сол кісі таспен, ана жақтарды қарасаң таспен қоршалған өзі. Таспен қоршалады дейді осында. Сөйтіп сол өзі түсінде көріп, осы жерде 31 метр болған дейді, бұрынғы қабірі. Сол өзі қалап шықты дейді соны. Содан уақытында зияратшылар келіп жүреді. Өзбекстаннан, Тәжікстаннан барлығына келіп жүрген. Сосын жаңылыспасам 80-85 жылдар болса керек. Осы қабірдің басында енді ақиқатында шынымен де сахабаның сүйегі шығатын болса, басына үлкен күмбез тұрғызайық. Соны қазайық дегенде жергілікті халық қорықты дейді. Соны қорыққаннан кейін арнайы мынау түрмеден адамдар алып келді дейді, зектер дейді ғой. Түрмеден адамдар әкеліп осы түбін ұзыннан қазып шықты дейді. Қабірдің дуалдарының арасынан қанша ақшалар шықты. Bir gün келсе басында карта ойнап отыр жаңағы кісілер дейді. Жаңағы түрмедегі нелер. Сонымен шелектердің ішінде заваркілер 60-шы жылы заваркілер дейді. 60-61 жылы заваркілер, содан баяғы рубльдер. Мен қалай екен десек, ешқандай күші кетіп қалған бәрі деп айтады. Өзі уақыты кетіп қалған екен. Сосын тереңнен ұзынан қабір, ешқандай қабір шықпады, сонымен полный бәрін бетонировать етіп тастады, жаптық та сонымен қалдырылған тұғын дейді. Содан кейін осы жерде жергілікті 90-шы жылдары болса керек, қайттан осы Серт деген ауылда бар ғой. Осы жердегі жергілікті халықтар осы қабірді қайтып тұрғызған 90-91 жылдары жаңылыспасам. Өзі тұрғызған дейді. Ол туралы да мақала да шыққан дейді газет беттеріне. Яғни археологтарымыз бұның басында Болат Смағұлов деген кісі қазған екен, ол кісі қайтыс болып кетті. Сол кісі қазған екен бұл жерде. Ешқандай да бұның астынан қабір шыққан жоқ деді. Ал жаңағыдай Машһүр Жүсіп Көпейіптің қазіргі айтып жүрген болатын болса, Көпейіптің кітабында кездесетін болса, оны Ақкөсе деп келтіретін болса, ал бұрынғылардың оған арнайы брошюркілер кітаптарда шыққан болатын, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Үкашай бен Әл-Михсан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқасында мөрін сүйген. Ана жерде жазылып тұр. Сахаба деп жазылып тұр ма? Солай мен 3 вариант келтіріледі бұл жерге бар. Енді жаңа сенің тарихының ішіндегі жаңа Атлақ шайқасы дедің ғой. Бұл 751-752 жылы.
болған шайқаста. Иә. Ал ең соңғы сахаба, шатаспасам 718 жылы Абу Туфейл деген сахаба. Ең соңғы пайғамбар саллаллаху алейхи көзін көрген адам 718 жылы неден өткен енді. Бұл негізі кейбір версияларда Анас ибн Малик деп айтады. Бірақ ол бір өлкеде, негізгі жер бетінде ең соңғы сахаба қалған Абу Туфейл еді дейді да. Бізге енді кейін табиғиндер келді дейді ғой, дінді алып ше. Бірақ жаңа өзің айтқандай қожалар келді дейді. Бізде мысалы ертең барғанда көреміз ғой, мына Қожа Ахмет Яссауидің басына барамыз ғой. Сол кезде Қожа Ахмет Яссауи негізі бізге дінді алып келген адам деп дәріптейді негізі. Ондай да бар, Бұл жерден 91, 92 или 90 жылы нақтыны білмей тұрмын, нақты ұмыттым. Бұл мемлекеттің қарауына алынған. Яғни бұл жерде қазіргі таңда туризмді дамыту бойынша осындай тарихи өлкелер болсын, тау аймақтарында туризм саласын дамыту бойынша осында туристер келіп жатыр. Енді табиғаты керемет жер болғандықтан келіп тамашалап, демалып, саяхаттап кетуге ешқандай да бір әбестік жоқ деп ойлаймын. Бірақ шындығын келгенде біз енді тарихымыз бар, дініміз бар, дәстүріміз бар. Соған келген кезде осындай киелі орындар дұрыс насихатталса деген ойда. Негізі сол өкімет бар ғой. Мысалы үшін жаңағы өз қарауына алды тарихи орындар деп отырсың ғой. Ол дұрыс. Тарихи жаңа қалай дейді, жаңа туризм ба? Келетіндер келе берсін. Бұл жерде бастысы бізге өкімет анау өтірік тарихты айт деп жатқан жоқ қой. Негізі басына келген кезде сол шын тарих айтылып отырса, бұл адамдар өзі түсінеді ғой деймін да, негізі, дұрыс па? Ана совет өкіметінде осындай жағдай есіме түсіп отыр да. Брежневтің кезінде ма Малайзияның премьер-министрі келеді ғой Советский Союзға. Сол кезде жаңа олар мұсылмандар ғой, малайлар. Имам Бухариді қатты құрметтейді ғой. Енді Құраннан кейін жаңағы сахихты жинаған автор. Соны айтады ғой, кім Брежнев па, сол айтады, сұрайды ғой менен бір қандай бір пожеланиең бар дейді, сөз айтады ғой. Мен бір Бухари деген ғалым бар, соның қабірін зиярат етсем дейді ғой. Бір Құран оқып бағыштап қайтсам дейді ғой. Сол кезде болды, проблем жоқ дейді ғой. Бірақ жинап алады ғой востоковедтерді. Кто такой Бухари? Что за профессор деп жаңа. Найдите мне его дейді ғой. Сөз айтады ғой. Ол кісі өліп қалған баяғыда. Ол кісі мынандай ислам ғалым болған, анау мынау деп. Срочно там 2 күнде тас жол сапсаң да соған қабіріне дейін барады деген ғой. Қабіріне дейін жол салдырып. Сөйтіп мысалы Имам Бухаридің сондай ескерткіші тарихта қалғанда мысалы. Сол совет өкіметіне ол дін апиын деп жоқ деп есептеген да. Бірақ сол Малайдың премьер-министрінің арқасында Имам Бухаридің қаяқта жерленген білініп қалды. Мынау құдық жайлы не айтасың, құдық жайлы. Құдыққа шелек тастау деген мәнісі. Құдықты тарихы тарихында енді Үкаш атаның дәріптеген кезде, енді тағы да жаңа ұмытып кеттік қой. Аңыз әпсаналарда келтіріледі. Үкаша басы жаңағыдай денесіне қылыш өтпеген сондай сахаба болған дейді. Сонда оны ешқандай жау жеңе алмаған кезде көбінде жаңағы әйел жақтан келеді ғой, жаңағы азғырушылық. Сонда әйелінің сұрап, сонда әлсіз түсі таң намазы кезінде Үкаша балқиды дейді. Таң намазы кезде ештеңемен жұмыс жоқ, тек қана Раббысымен ғана болады. Сонда намаз оқып тұрған кезде ғана ештеңе жасаймайды. Сонда намаз оқып тұрған кезде осы жерлерде басы шабылған дейді. Бір кітапта жаңағы аңыз әпсаналар деген кітапта басын жаңағы дін дұшпандарының қолына қалып кетпесін Үкаша сахаба қолын алып жүгірді дейді. Сол аққан қандарын ұзын қабірі содан деп келтіреді. Содан ағып домалап барып құлады, құлаған жерінен қалады, осыдан домалап, осы қырдан асып барып, төбеден найзағай түсіп, жері айырылып, сол құдықтың ішіне бас түсіп, содан Меккеден шыққан деп келтіреді. Содан бір күні кейуана дейді ғой жаңағы, сыған. Сол көрейін деп сол құдыққа таяғын тастап, кейін сол Меккеден бірақ шыққан дейді. Ал енді Меккедегі Зәмзәм құдығының басын көп түсі, 3 жақтан келеді өзім. Мына жағы Қағба жақтан шығады, Йеменнің бұрышынан келеді. Сосын жаңағы Сафа Марва жақтан келеді. Оның арасында бір өзен ағып жатқан жақта. Аңызды да айтқанда дұрыс па? Біз айтады ғой, аңыз тарих қатар жүру керек деп. Аңызды да бір аңыз қылып айтқан дұрыс шығар деймін. Шындыққа жанасатын, жанаспайтын деген секілді. Содан осылай басы солай шабылып кеткен, содан дөңгелеп барып түскен еді. Ал енді
жаңағы археологтарымыз айтады, бұл Қаратаудың жотасы болғандықтан кезінде шахта болған. Шахта болғаннан кейін жер асты жаңағы дүмпулер жасайды қолдан. Сол кезде осындай жер асты құдықтары бірнеше осы Қаратаудың жотасының бойынан жарылған кезде шыққан дейді. Тарихшылар осылай келтіреді, ғылыми дәлелде. Ал енді бұны жаңағы аңыз бойынша Үкашаның басы түскен құдық дейді. Бұл негізі ондай құдықтар действительно ол совет кезінде оңтүстік, әсіресе оңтүстік пен шығыс оңтүстік бар ғой. Соның түбінде қатарынан совет өкіметі кезінде құдықтар қазылған. Именно қатарынан, линиямен. Неге? Өйткені жердің қыртысы бір линияда басты. Иә. Жердің дүмпуі болмас үшін жасаған. Сол үшін байқасаңыздар, былайша былай қарай. Барлық жерде құдық бар. Енді определенный километражда. Біздің қазір Қазақстанда туризм дамытамыз деп жатыр ғой. Өзіміздің халық болсын, шетелден адамдар келеді деген сияқты. Жақында біз Ақтауға бір шаруамен бардық. Сөйтіп Ақтаудың 3 күн болдық. Ақтаудың жігіттері ол жақтағы жер асты мешіттері бар екен. Жаңағы 1200 жылдары салынған, 1300 жылдары салынған жер асты мешіттері бар екен. Мемлекеттің қарауындағы мешіттер бар екен. Тас таудың ішінде де тас мешіттер жаңағыдай. Сонда мемлекет кәдімгідей дәлелдеп нетіп қойған. Сосын біз бір 3-4-еуіне кіріп шықтық 3 күннің ішінде. Сол жердегі басында отырған шырақшылар сол жердің тарихын дәлелмен Құдайға да ширк қоспайтындай тарихты да және дәстүрімізге де қарсы келмейтін қылып әдем жауап берді. Сосын кешке сол елдің өкіл имамы мен дастархандас болдық. Сосын мен сұрақ қойдым. Бірнеше діни нелерге бардық. Не деп айтамыз? Діни нысандар дейміз ба, қалай мынау? Орындар. Зиярат қылатын орындарға. Шырақшылардың бәрі сауатты ғой дедім да. Ана қалай болса емес та андай. Не болса соны айтып отқан жоқ та. Кәдімгі шариғатқа да келіп тұр, қазақтың тарихына да келіп тұр дегендей. Сөйтіп өкіл имам айтты, біз деді облыс әкімімен бірлесе отырып Ақтаудағы осындай зиярат ететін діни зиярат ететін орындардағы шырақтыларды алып бір апта оқыттық деді. Бір апта оқыттық деді. Енді менің айтарым мынау. Ақыры біз мемлекет туризм дамытамыз деп жатыр. Мысалға Көлсайға шырақшы керек па? Бурабайға қажет емес. Ал шырақшы деген қай жерде қажет десе, осылай діни орындарда ғой. Ендеше келген өзіміздің ұрпақтың да адамдарды да және қыдырып келіп жатқан туристерді де, мұса туристердің көбісі ақымақ емес. Ол келеді, мына жерде біздің шырақшылардың әңгімесін тыңдайды да, қараса логикаға да келмейді, я дәлелге де келмейді. Не болса соны айтып отырса, сауатсыз адамдар отырса мында. Сондықтан менің өтінішім бар. Осындай Қазақстандағы ақыр туризм дамытатын болса, діни зиярат қылатын жердегі соның басындағы отырған жауапты кісілер бар ғой. Шырақшы дей ма, басқа дей ма, сондайлардың барлығын бір аптаға, мысалы бізде де мықты имамдар бар. Сол имамдардың сабағынан және Қазақстанның өзінің кәдімгі тарихшылары бар ғой. Солы екеуін бірлестіріп отырып, сол кісілерге сабақ берсе. Сөйтіп кейін басында отырған кезде нақты дәлелмен келген адамдарға дұрыс информация дейміз ғой жаңағыдай. Мағлұматтар беріп дұрыс мағлұматтар беріп жіберетін болса, туристерге де өзіміздің адамдарға да. Керемет сауаттылық көрсетеді. Қалай мысалға? Сауаттылығын көрсетеді ол дегеніміз. Өйткені енді Астана нүктесін қойды ғой. мынау өйткені жаңа дұрыс айтасыз, мынау любой не дейді, қазақ айтады ғой, шымшық сойса да қасық сойсын дейді ғой мысалы. Ол тарихшы өзінің маманын біледі. Ол жаңа дін саласына маман өзін біледі. Оның бүгі жігін ажыратып түсіндірсе халық, мен ойлаймын, ол жаңағы онда адаспайтын еді. Және де арадағы былай айтқанда, грубо говоря, делдалдар ғой, пайда табатын. Осылар пайда таппайтын еді да. Наоборот, керісінше өкіметке наоборот бұл жерде плюс болады да, егерде билеттер сатылса, мысалы Түркияға барасың, шетелге барасың, өздерінің тарихын сатады ғой, грубо говоря. Билеттер сатып аласың, кіресің, музейіне барасың, анасын, сол ислам тарихы бар, өздерінің тарихы бар. Түсіндіріп, сол бізде сондай не істемеске ма? Өзбекстанға 2 рет бардым. Самарқанды жаңағыдегі айтқан Имам Бұхаридің енесіне бардық, басына бардық. Сонда сол жердегі жүрген жаңағыдегі оларда гид деп нетіп қойғандай, қазір шырақшы емес. Кәдімгідей несімен нақты тұрып айтып беріп отыр ғой. Бәрі сауатты ғой, ана адамдар.
Енді екі ақ нәрсе келген адам рахаттанады. иә, мысалы екі ақ нәрсе айтайын. Біріншіден, біз өзіміздің адамдарды және келіп жатқан туристерді болмайтын бір өтірік нәрселермен алдай алмаймыз. Ол алдаған дұрыс емес. Мазақтап кетеді. Қазақстанға бардық, діни несіне барсақ, ана жерде не болса соны айтайын, оттап отыр деп мазақтап кетеді. Мысалға бір. Екіншіден, біздің муфтиятымыз, қара шаңырағымыз, біз енді муфтиятта істейміз ғой, енді имамбыз ғой. Бізге бір жылда айтты, ислам және дәстүр жылы деді. Біз бір жыл бойы ислам мен дәстүрді қатар ізденіп, қарасақ біздің қазақтың дәстүрінің былайша айтқан кезде барлығы да исламға ешқандай несі жоқ екен. Қарсылық жоқ, бәрі келіп тұр. Сөйтсек біз тек қана Құран жаттай беріппіз, хадис оқи беріппіз да, қазақтың дәстүрін оқымаппыз. Кейін тарихты қосты бізге, имамдарға. Енді тарихқа кірдік, тарихқа қарасақ, айланып келсек, бәрі керемет бізге пайдалы мағлұматтар екен. Сөйтіп, былайша айтқанда қазір біздің енді муфтияттағы барлық имам деп айта алмаймын. Шынымен соны ізденіп кіріскен имамдар қазір исламнан да хабар бар, тарихтан да хабар бар, мынандай дәстүрімізден де хабар бар да. Енді халыққа ары қарай толық мұсылманшылықты да, дәстүрімізді, тарихын жеткізе алатын имамдарымыз пайда болды. Бірақ ізденістің арқасында, жауапкершіліктің арқасында, тапсырманың арқасында. Дәл сол сияқты жаңа біздің еліміз басқа елге күлкі болмау үшін осындай діни нысандардың басында тұрған шырақшылар дейміз ба, жаңа бас жауапкершілік бәрін оқытып алу керек, тарихтан және діннен хабардар болған дұрыс. Сонда қандай керемет, одан кейін алар барады да толық мағлұмат тап кеткеннен кейін мына жерден қаншама туристер бері қарай ағылып келуіне тағы да не болады? Себеп болады. Мысалы біреу келеді, өтірік бір біріне естіп кетеді, ол сауаты бар ол. Барғаннан кейін, бармай ақ қой Қазақстан, өзі өтірік ақпарат бере береді екен, қажет жоқ дейді. Болды, сонымен қанша адам тоқтатып та қоюы мүмкін да. Мен мына жерге бұдан бұрын да келгенмін, жаңағы адамның көңіліне қарап оқиға бұрылып кетеді да кейде ше, қарның ашатын. Жаңағы Ибн Михсан Укаша дейді ғой енді. Мөр сүйген ба десең, мөр сүйген деп. Ол ана жақта қайтыс болған десең, енді қайттан жаңағы ақ көсеге бұрылады да одан кейін ше. Ол негізі былай деп бұрылып кете береді да жаңағы. Нақты дерек жоқ та отырғанында ше. Соны шынымен де кішкене арнайы білім алдырып жіберсе керемет болады екен да. Негізі садақа деген нәрсе өзі біздің дінімізде өз арнайы орындары бар. Садақаның берілетін орындары бар. Жаңағы жетім жесірлеріміз, жолда қалғандар, жаңағы қарызға батқандар деген сияқты бар ғой өзі. Енді бұндай орындарға, осындай орындарға, зиярат етіп келетін жерлерге, орындарға, егер ол жердің тарихы дұрыс болатын болса, келешек ұрпақ ұмытпау үшін ол жерлерді абаттандырып, қоршап, дамытып, ұстап отыру үшін берілсе, ол бір күнә бірдемеге есептелмейді ғой ол. Мысалға да. Жеке адамның интересіне кетпесе дейсіз ғой. Иә, бір адам қалды. Енді ол жағын оны ойламаппын да, бірақ менің бар ойым келешек ұрпаққа нені, мысалға кімнің Түркияның маған бір ұнайтыны, Түркияда кішкене оқыдым, бір екі ай оқыдым да Түркияда. Ұнайтыны, олар бұрынғы Осман империясынан қалған, оның алдында қалған нәрсені бәрін сақтап қалуға тырысып жатыр. Ана бояп бүлдірмей, дәл осының өзін сақтап қалуға тырысып жатыр келешек ұрпаққа. Мысалға да. Маған сол жер ұнады да. Дәл сол сияқты шынымен лайықты өзі тарих нақты жерлері болатын болса, неге ол жерлерді сақтап, әдемілеп, қарап, қоршап, адамдар қойып, неге ұстап отырмасқа деген сияқты. Бірақ өкінішке орай біз діни сауатымыздың жоқтығынан, тарихтан хабарымыздың жоқтығынан, дәстүрден хабарымыздың жоқтығынан қалтамызда қаражатты қай жаққа жұмсау керек екенін де не тамайды екенбіз ғой? Білмейді екенбіз ғой. Білмегеннен кейін ана сауапты екен, сол екен деген сияқты дұрыс емес жолдарға да жұмсап жатамыз да. Енді қанша уақыттан бері қарап отырсаң, осы мәселе айналшықтап жүріп жатыр мына ше. Укаша емес деген сияқты. Жаңа сіз айтып жатқаныңыздай, дұрыс, осындай тарихи орындардың өзін, мысалы қазір муфтиятта да небір мықты ұстаздарымыз бар, тарихшы ғалымдарымыз бар. Осылардың бір исламның тарихын, қазақтың да тарихын, діннің де тарихын бәрін ұштастырып әкеліп, ақиқатында осындай бар ма, жоқ па, жаңа сіз айтқандай білімнің тоқ етерін қойып, содан кейін жасаса керемет дүние шығады ғой.
бұл жерге ешкім келмесін деп жатқан жоқ, бірақ әдеміреп бұл халыққа дұрыс насихат жеткізілсе бізде бәрін қайтарып жүр, өзіміз қалып кеткенбіз. Жоқ, мен үлкен өкінішім да, біз енді имамбыз ғой. Біздің сол имам ретінде отырмыз ғой, аппақ шапан киеміз, төрде отырамыз. Халыққа, осы уақыттағы өмір сүріп жатқан халыққа дінімізді, жолымызды, тарихымызды дұрыс жеткізуді біз толық атқарып жатқан жоқпыз. Ол өлемді өз басымша. Содан біреу тасқа, біреу суға сыйынып, біреулер тағы бірдеме, біреулер ештеңе білмеген күйі дүниеден өтіп кетіп жатыр. Менің енді өзімнің ойым, әр облыста өкіл имамдары сол облыстың басшыларымен ақылдаса отырып, әр облыста бар ғой бізде зиярат қылатын жерлер бар ғой. Сондай жердегі шырақшылардың бәрін алып бір аптадан оқып шығатын болса, бір апта болсын, бір ай болсын, ол болады ғой, істеуге болады ғой. Мысалға, әр облыстан мықты біздің жігіттеріміз бар, сол оқитын адамдардың тамағын тауып беруге, жататын жерін тауып беруге, Құдай разылығы үшін қызмет ететін да, анау сауатты болу үшін ше. Сөйтіп болашақ барлық Қазақстандағы діни зиярат қылатын орындардың бәрінде сауатты адамдардың отыруына үлес қосуға, менің ойымша әр облыстағы біздің оянған көзі ашық жігіттеріміз дайын қызмет қылуға да Қасеке. Толық сауатты болып отыру үшін де адамдар. Мен Египетте байқадым да, Египетте имам Шафи мысалы жерленген, Мысырда. Мысыр сол жерде Каир. көп қой, тағы да ғалымдар көп, анау жаңағы Каир университетінің қасында, мешіттердің қасында, именно мешіттің ішінде қабірлер бар да. Ғалымдар, сол жергілікті ұстаздары кезінде қайтыс болған. Бірақ ол жерге барып, бір байқамайсың, біреу барып, солардан тілеп отқан. Өйткені кезінде мешіт кішкентай болған, мешіттің сыртында болған қабір ше. Кейін үлкейткен ғой. Кейін үлкейткен кезде ана қабір ішіне қалып қалды да, мешіттің ішінде. Бірақ қыбыла былай мысалы да. Соны қанша адамдар барып зиярат етсе де, жаңағы ғалымдарды зиярат етсе де, сәлем береді. Бірақ табынбайды да оларға. Сауатты ғой. Өйткені сауатты, жаңағы Ареке айтпақшы, жергілікті имамдар жұмыс жасайды да, түсіндіреді. Бұл мына кісі мынандай қайтыс болған, ғалым болған, мынандай, бірақ міне қыблаларың мынау. Сәлем берді. Сұрайтындарым мында. Жаңағы мысалы қанша турист келіп отыр, дүние жүзінен келіп туристер келіп отыр. Имам Шафидің артынан енді еретіндер көп қой мысалы. Бәрі келіп келеді, сәлем береді. Жаңағыдай айтқандай, даже дұрыс садақаларын береді. И потом құлшылығын жасайды да кете береді да. Сондай неге бізде де осылай бір дұрыс жасалса, тарихшылар айтса, әтше болса білесіздер ғой, қойдың жаңа не дейді ана, құлағынан қан ағыз қойды. Қанша қарасаң көп жетеді дейді. Негізі жаңа Арыстан айтқан нәрседен біраз нәрсе ойлаудым. Біз ана осы күнге дейін біздің ой анау бұндай жерлер жабу керек деген секілді анау қатайып қалған нәрселер. Соны туризм ба? Туризм дами берсін. Нерге өтірік тарих айтпайтын, білімді біреуді отырғызып қойса бар ғой, керісінше үкіметке пайда болады деген жан. Көбейеді ғой туризмде. Өйткені нерде бір ертегі айтатын адам отқан жоқ та. Жоқ, анау дұрыс айтасың ғой. Просто шынымен дұрыс тарих айтылатын болса, мына жерде жатқан адам белгілі болатын болса, мұсылман болатын болса, келген адамдар дұрыста Құранын бағыштап, дұрыста дұғасын жасап кетер еді да. Ана бағана сенен сұрадым ғой машинада. Баяғыда бір ешекті жерлеп, сыртына қабір қойып қойып, бәленше деген әулиені бастып, кейін жұрттар соған табынатын болып кетті дегенше. Сол сияқты, мысалы, келіп дұғасын оқиын десе, ол айтып тұрған адам ол жерде емес. Ол да емес, мысалға. Сауатсыздық, бір түрлі күлкілі де ғой бір жағынан ше. Негізі ана Туканың әңгімесі әлі күнге дейін актуальны ғой деймін. Аққулар ма? Аққулар. Талай жер. Сол әлі актуальны ғой деймін. Менің ойымша, біздің қазақтың жігіттері Аллаға шүкір жаман емес, сауатты. Бірақ сол зәулім сарай, жақсы көлік, жақсы тамақ, жақсы киім деп кейбір мықты жігіттеріміз әулетіне қарай алмай кетіп бара жатыр да. Бірақ әулеттің ішінде жақсылар да бар, ішіп жүргендер де бар, ажырасып жатқандар басқасы да бар. Әр әулеттен бір мықты жігіттің ішінде өсіп жатқан жастардың дұрыс бағытта өмір сүруіне, Құдай жаратқан Құдайды қапа қылмайтындай, туып өсірген ата-анасын ренжітпейтіндей, ағаймен араласып, өз өмір сүріп жатқан заманда сол елге өз үлесін қосып, азаматтық парызын өтеп кететіндей жолын көрсетіп қызмет қылу керек қой әр әулеттің. Ең болмаған бір азамат шығып ше, өз әулетінде.
сондай ешкім дүниеден өтсе де қор болып өлмейтін, сауатсыз болып өлмейтін, мына Құдайдың берген аз ғана өмірін бытшын шығармай, әдемі өткізуіне өз әулетінің үлесін қосып кететін азаматтар бар ғой, жоқ емес, бар ғой. Бекерге обал мысалы біздің бірақ әр ауылда бір имам бір ауылға дінді толық таратуға үлгере алмайды. Бір әкімшілікте 8-10 шақты адам жұмыс істейді. Олар да үлгеріп жатқан жоқ. Шындап келгенде ше, мемлекет көлік береді, мемлекет айлық береді, соның өзі бүкіл ауылға қарап, бәрін түгенде бір реттеп үлгере алмай жатыр. Ал бір имам бір ауылда бүкіл ауылды реттеп алдына олды қайдан үлгереді ол? Мысалы, сондықтан бәленің бәрін, жаланың бәрін имамдарға жаба беріп, үйде ақыл айтып отырған адамдарға біздің бабаларымыз бүйтіп айтады: сиыры жоғалғаннан басқаның бәрі ақыл дейді. Біреудің сиыры жоғалып кетсе, байлап қоймай, сатып жіберсің ба? Соясың ба дейді екен да. Ол жоғалтып біз өзі ақылдары ғой. Сол сияқты біреуге ақыл айтуды өлтіреміз да, бірақ өзім не үлес қостым деген сұрақ әрбір адамға өзімізге солай сұрақ қоя алсақ жақсы болатын еді ба деп ойлаймын да өзім. Маған бір ұнап тұрған жердің табиғат керемет екен да, бірақ әдемі намазхан сақ қойыпты ше. Тап-таза әдемі намазхан сақ қойған екен. Сол жері ана Иса пайғамбар шәкірттерімен кеткен кезде бір ит өліп жатқан бар еді ғой әлгі оқиға. Фу, ит өліп қалыпты ғой десе, екіншісі сасып кетті ғой десе, Иса пайғамбар тіс аппақ әдемі екен ғой деп өліп жатқан иттен бір жақсы нәрсе көріп кеткен екен да. Сосын Қонаев атамыздың керемет сөзі бар жігіттер. Қонаев атамыз бүйтіп айтады: қанмен келгенді қасиет тұтпаса дейді, қадірі кетеді. Сосын айтады: жақсы нәрсені көре білу бар, абайла, жақсы нәрсені көре білу бар, және оны айта жүру бар деп Қонаев атамыз айтып береді. Енді осыны өзіңіз ойлап көріңіз қазір. Ойланайық көріңіз. Жақсы нәрсені көп адам көре де білмейді екенбіз ғой. Тек жаман нәрсе көре береді екенбіз ғой анау. Жеп қойды, ішіп қойды, жеп қойды, ішіп қойды деп. Жақсы нәрсені көре білу бар, және оны айта жүру. Ол да өнер дейді. Ана же тарихтарын жазған. Арыстанбап 589 жылы туылып, 633 жылы қайтыс болды. Мекке қаласы. Аса топақтан шыққан батыр сахаба. 630 негізі дұрыс қой. Число дұрыс. Ал Осының ішіне ең дұрысы осы. Мына жерге дейін. Хузайма деген бір атадан тарап, арғы тегі Ибрахимнің ұлы Исмаилға бар. Осы жерден енді тоқтау керек болмын. Қашадан Аңыз бойынша жанатқа сұрақ жауап алынбай кіретін сахаба. Бұл дұрыс, иә? Енді аңыз бойынша оны жау жеңе алмаған, кәпірлер айласын асырып, Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой анау. Менің үмметімнен 70 мың адам сұралмай жәннатқа кіреді дейді. Сонда Укаша радиаллаху анху: я Расулаллах, мен солардың бірінен болуды сұраңызшы деген кезде, иншалла сен солардың бірінен боласың дейді да. Тағы бір сахаба отырып: мен де сұраңызшы деген кезде Укаша алып қойды дейді да. Мына өтірікті қарса енді. Бұл енді білмеймін. Мына қарсы. Бірінші пайғамбар саллаллаху қайтыс болды ма? Укаша қайтыс болды ма? Пайғамбар саллаллаху 32-де қайтыс болды. Мына кісі 633-те ғой, енді біледі. Басын қылышпен шауып дейді, жансыз басты періштелер домалатып қырдың етегіне жеткізіпті. Сол жер қағайылып құдық болып, Укашада басы оған түсіп жер асты өзен арқылы Мұхаммед пайғамбарға жетіпті дейді да. Ол кісі бұрын қайтып кеткен жоқ. Өтіп кеткен ғой бір жылдан. Меккеге барды деген сөз ғой енді. Иә. Еще жолда біраз уақыт кетпейсің. Барам дегенше. Арыстанбап дейді мына жақта Қожа Ахмет Яссауи. Мына қараңыз. Арыстанбап Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы, пайғамбар аманатын тапсырған тұлға. Бұл деректер Қожа Ахмет Яссауидің өз хикметтерінде кездеседі дейді. Ол деректердің барлығында Арыстанбап Мұхаммед пайғамбардың сахабасы екендігі баяндалады дейді. Енді қараңыз. Бізде исламда пайғамбар саллаллаху көзін көріп, оған ерген адамдар кім дейді? Сахаба. Ал енді пайғамбар саллаллаху дүниеден өтіп кеткеннен кейін сахабалар қалды. Ол кісінің көзін көріп, оған білім алып, оның қасына ергендерді табиғин дейді. Сахабалардың бәрі қайтыс болып кетті. Ең соңғысы 718 жылы қайтыс болды деді. Сахабалардың бәрі қайтыс болып кетті. Табиғиндар қалды. Сол табиғиндардан білім алып, соған ергендер таба табиғин дейді. Енді осы таба табиғиндарды көрген адамдарды
біздің Абдулла Жолдас деген үлкен ұстазымыз өтті ғой. Сол кісі бізге айтқан, сол таба табиғиндарды көрген адамдарды бап деп айтады. Бап дейді. Бап дейді. Енді сонда қарасаңыз, мына Арыстан бап деген кісі сахаба енді боламайды ғой енді ол кісі. Сахаба болса, ол жерде сахаба деп жазылатын еді ғой. Арыстан бап емес, Арыстан сахаба болатын еді да мысалға. Сондықтан бұл жерде бұл кісі таба табиғиндарды көрген болып есептелу керек негізінде жәндегі ұстаздың айтқаны бойынша да. Бап деген таба табиғинді ғана көрген. Ол даже табиғинді көре алмаған, сахабаның түгілі. Табиғиндардың өзін көре алмаған да. Бірақ бұл кісінің, мысалы Арыстан баптың ілімі, Қожа Ахмет Яссауидің білімін ешкім жоққа шығармайды. Ол кісілердің еңбегі шырылдап, жасаған еңбектерін ешкім жоққа. Алла рахметін алсын, жайы жәннаттан болсын. Бірақ артында ұрпақтардың ең жаманы білмей жатып біреудің артынан жала жабу. Қожа Ахмет Яссауи Бұхарада медресе оқыған ғой. Сонда айтады, ол медресенің ашылғаны бері Қожа Ахмет Яссауи жақта білімді адам шықпаған дейді. Білім масқара болған дейді. Жаңадан кейін еске түсіп жатыр да. Көрдіңіз бе анау? Сонда аяқтан келген ба, мынаяқтан келген ба деп жатырмыз ғой. Осының бұл ненің салдары бұл? Ол дұрыс па, дұрыс емес пе деген әңгіме тарап жатыр ғой енді. Ненің салдары десе, біздің ата бабамыз айтады, жеті атасын білмеген жетесі дейді. Осы мен зерттеп ізденіп жатырмыз ғой біз енді қазір имамдар кірісіп жатырмыз ғой. Сөйтсек ол мынандай екен. Жеті ата деген, мысалға Мырқымбай, жаңағы Ташкенбай деген бар ғой аттар. Оның аты емес екен. Мырқымбай кім болған? Қай жерде өмір сүрген? Анау Ташкенбай қай жерде туылған? Қай жерде өмір сүрген? Немен айналысқан деген сияқтыны перзентіне айту екен. Сонда жеті атасын біліп отырған әр бала өзінің жеті атасын біледі. Мен балама жеті атамды айтып берем. Ол балам өзінің жеті атасын арғы айтып береді. Сонда оның анау бәлен жылдан кейін келетін ұрпағы да бар ғой, мүдірмей мынандай деп отырады. Мынау ұқсап қазір анау ма, мынау ма, анаяқ па, мынаяқ па деп ана басы домалап та, ары домалап, бері домалап деген әңгіме болмайтын еді да сол кезде ше. Көрдіңіз бе? Бірақ бұған кінәлі кім десе, біздің тәуелсіздік алғаннан кейін мектепте оқитын тарих несін қарасаңыз 1916 жылдан бері оқыды. Арғы оқыды дейді. Тарихын білмесін деген мақсатта жасалынған дүниелер болды. Анау неде? Мектеп оқыды. Жоқ, тәуелсіздіктен бері деппін ғой. Совет өкіметі кезінде 1916 жылдан бері арғы тарих жоқ бізде, болмаған ғой бізде. 1916 жылдан бері өмір сүріп жатырмыз қазақтар. Арғы жоқ. Абай аталар болмаған. Сонда көрдіңіз ба Қасеке? Әдейі тарихты жүр. Ал жаңағыдай қазақ жеті атасын білмеген жетесі деп отырып, тарихын үйрете отырғанда сіңдіріп шықты. Біз сол нәрсені, осы дәстүрімізді ұстанбай, қазір балдарымыз кімнің кім екенін білмей сауатсыз болып, андай өз неміз жағынан да андай ата тегіміз жағынан қалып баратырмыз ше. Осылайша достар, бұл жердің де тарихын жік-жікке бөліп, ойға қонымды етіп, ұстаздарымыз түсіндірді деп ойлаймын. Білмеген тұстарыңыз болса, ендігәрі түртіп алатындай сөздер көп болғаны рас. Ал біздің сапар ары қарай жалғасын табады. Келесі шығарылымда біз Жаңақорған ауылының маңында орналасқан елдің аузында екінші қағба деп танылған Хорасан ата кесенесіне баратын боламыз. Келесі серияда кездескенше аман болыңыздар, достар.